жалындап өткен жас ғұмыр. Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойным бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолын бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағым бір судай зырлайды. Опасыз мына дүние, тұтқа болған кімдерге, өмірдің соңы өкініш санамен ойлап білгенге. Қадірі болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ойсырап бір күні көрге кіргенде. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Микрофон алдында журналист Оңғар Құрал. Бұл хабарда біз 46 жылдық ғұмырында оңтүстік өңірге есімі әйгілі болған, білімді де білікті басшы, мықты ұйымдастырушы, ел жұртының жанашыры, еңбегі мемлекет тарапынан жоғары бағаланып, құрмет орденімен және көптеген медальдармен марапатталған қоғам қайраткері Сейіт Мырзақұлұлы Ертай туралы сыр шертпекпіз. Сейіт Ертай менің досым, курстасым еді. Көзі тірі болса 2021 жылдың 20 шілдесінде 50 жылдық мерейтойын тойлайтын едік. Әттең дейміз, ондай мүмкіндікті маңдайға жазбапты. 2017 жылдың 23 шілдесінде көлік апатынан қайғылы қазаға ұшырап, туған туыс, әке шеше, отбасы ошақ қасынған емес, өзі туып өскен күллі өңірінің, ел азаматтарының қабырғасын қайыстырып кетті. Әсіресе өзі 3-4 жыл әкімі болған Арыс өңірінің халқы үшін Сейіттің орны бөлек еді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Сейіттің туған нағашысы Бекет Тұрғараев ағамыз да Сейіт бауырымызды күрсіне еске алады. Сейіт Мырзақұлұлы Ертаев менің туған жиенім. Сондықтан оның балалық шағы, қалыптасу кезеңі, бозбала шағы, азамат болып елге қызмет еткен шағының бәрі менің көз алдымда. Ол кішкентайынан бала болып өсті. Жігіттік шағында оқуға түсіп, оқу бітіріп, қатарының алды болып жүрді. Қызметке араласқанда ол заман талабына сай халыққа қызмет ету, адал қызмет етудің мән мағынасын терең түсінген еді. Соның нәтижесінде басшылар оны өзіне еркіндік беріп, ауыл әкімі, аудан әкімі қойды. Облыстық әкімдікте қызмет істетті. Қай жерде қызмет істемесін, адалдықтың, қызметке берілгендіктің айналасына жақсы шуақ шашып тұратын жан екенін таныта білді. Соның арқасында аудан әкімі болып барғанда, еркіндік өз қолына тигенде ауданды жарқыратып көрсетті. Арыс ауданын. Бойына біткен талант тектілігінің арқасында елменен тіл табыса білді. Ол екінің қолынан келе бермейді. Ел басқарған жігіттің етек жеңі кең болсын деген. Ол көп адамдарға теңшілік жасап, мүмкіндігіне қарап, барлығының да көңілін табуға тырысты. Қызмет бабында жүргенде отбасына да көңіл бөлді. Азамат ұлдар дүниеге келді. Жарын жақсы көретін еді. Жары да өзіне лайық болды. Ол да өзінше еңбектеніп, отбасының жылуын келтіріп отырды. Сейіттің болашағы зор еді. Мен өз басымда одан көп үміт күтіп едім. Бірақ ажал айла таптырмас деген кенеттен жол транспорт оқиғасынан қайтыс болып кетті. Жылдар өтер, артында қалған балалары жетіліп жетер, өзіне лайықты ұлдары бар. Тура биі өзінің орнын басып келе жатыр. Алла жазса, Сейіттің орны бар, жоғалмайды. Өкінішті сол, сағынышымыз сол, өзі жоқ. Басқасының барлығы орнына келеді, Алла жазса. Сейіттің жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Өмір өзен дейді, өлмейтін ешкім жоқ, бәріміз де өтеміз. Дүниеде мәңгілік ештеңе жоқ. Бірақ сіз бізде сыйласып өткенге не жетсін. Осындай жақсы бала, жақсы жиен берген Аллаға мың шүкір дейін. Рахмет. 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмайсың деген. 28 жасында кезіндегі Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданындағы
Қазбек би ауылдық округінің әкімі болған Сейіт Ертаймен көп жылдар үзеңгі қағыстырып, қатар жұмыс істеген аға досы, әріптесі, Түркістан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Айтжан Бердашевті сөзге тартқан едік. Сейіт енді оқу орнын бітірген соң Жетісай ауданында жаңадан әкімшілік институт құрылды. Оның алдында совет болды, кеңес болды, райком болды дегендей. Бірге араласып, құраласып қызмет атқардық. Жалындап жұмыс істеді. Біліктілігін, білімділігін әсіресе әдебиетке, мәдениетке ден қойған азамат деген. Оның бәрі әйтеуір отбасы ошаққасындағы тәрбие деп білеміз. Қызмет бабында өсе тұрып, бір күні Жетісай қаласының іргелес Жетісай ауылы дейді, Қазбек би ауылы болды, соның әкімі болды. Күндердің күнінде бір күні ол бөлімде жүрген кезде Жетісай ауданында көптеген мәдени, рухани, спорттық шаралар өткізіп тұрдық. Сол жерде көңілді тақпырлар ойын деген, кейін КВН дейді ғой, сол Жетісай ауданында үлкен белең алды. Мен айтайын деген бір күні Қазбек би ауылының әкімі болып тұрған кезде сол ауылда 5 бөлімше бар. 5 бөлімшедегі 5 мектептің арасында ұйымдастырды. Өте тартымды өтті, тартысты өтті. Ауылдың орталық клубы бар, сол жерге лық тола 5 мектептің, енді есептей беріңіз, әр мектепте 1000 баладан келетін болса, сол клубтың айналасының барлығы қызығушылық танып, жанкүйер болып, сол Сейіттің елде жүріп, жалпы әкімнің, ауыл әкімнің, сол кезде жаңадан ауыл әкімдердің белсенділігін танытып жатқан кез, өте жақсы жұмыс істеді. Елмен қоян қолтық араласты. Соның айрағы болар шығар, облыс әкімі аппаратының бас инспекторы лауазымына сол жерден ауылдың әкімінен жоғарылап кетті. Ол жерде де елмен араласты. Бұл жерде Созақ, Бәйдібек екі ауданына жетекшілік жасады. Сол жердегі аудан әкімімен, ел халқымен араласып жүрді. Күндердің күнінде соның іскерлігін байқады ма, Арыс қаласына қала әкімінің орынбасары болып өсті. Ол жерде де халықпен жақсы жұмыс істеді. Содан бір күні рухани қаламыз Түркістан қаласына қала әкімінің орынбасары болып келді. Сейіттің жалпы жұмысқа деген қабілеті, елмен араласа білуі, мәмілеге келісе білуі, оның өзі көп нәрсені аңғартатын сияқты. Содан уақыттар өтіп, өте күндердің күнінде Арыс қаласының әкімі болды. Енді қазір Арыс қаласындағы әрбір еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін Сейітке деген құрметі өте жоғары. Сейіт сол жердің мәдениетін көтерді, парктар салды, скверлер салды, қаланың келбетін өзгертті жалпы. Арыс қаласы темір жол және әскери орталық бар, сол жер болса, бұл енді жан-жақтан демеушілер тартып, үлкен саябақ Арысқа кіре берсе, сол жақта керемет зәулім саябақ ашты. Сонда мына Сейіт бауырымыздың халыққа жасаған қызметі, халық көбінесе Сейіт туралы жақсы әңгіме естеді. Өзіміз жолдас болған соң, үлкен кісілердің, жастардың сондай жақсы тірліктерін, Сейіттің жақсы тіршіліктерін айтқан кезде марқайып қалатын жағдайымыз бар. Сейіт енді жар таңдауда да қателеспеген азаматтың бірі. Ұрпақтары өсіп жатыр, балдары өсіп жатыр, білім алды, жақсы білім алып жатыр. Соның барлығы екі жақты тәрбие, оның үстіне Қарашаш апай мен Мырзақұл ағамыздың үлкен мәдениеттілігі деп есептейміз. Құдай қаласа, балдары өсіп ертең еліміздің бір билік тармағын ұстайтын азаматтар болғанмен әрқашан тілектеспін. Олардың шаңырағына тек қана шаттық орнатуын ниет айтқым келеді. Айтеке, енді сіз біраз жыл бірге әріптес болдыңыз, қатар жұмыс істепсіздер. Қандай да бір қызықты оқиғалар болды ма? Жалпы Секеңнің болмысы туралы не айтатын едіңіз? Біз енді 3 жігіт бір кабинетте отырдық. Сейіт бауырымыз бар. Мүслим Әлдебұл дейтін азамат болды. Мен болдым, бірге жүрдік. Мақтаға бірге барамыз. Мақта тердік бұл жерде. Аудан әкім аппаратын істегенмен. Жақсы қызықты кештер өтті отбасымыз. Сейіттер үйленді, бала шағалы болды. Сонда жағдайда отбасына отырып, өкем жаңағы тамадалықта өзі алып, өзі жүргізіп, достармен отқан кезде, соның бәрі өзінің жаңағы шабыты келіп, Төлеген Айбергеновтың өлеңдерін оқып, Мұқағали Мұқатаевтың өлеңдерін оқып, Мұхтар Шахановтың өлеңдерін оқып, бізді мәз мейрам жасайтын еді. Өте әдебиетке, мәдениетке деген қызығушылығы еліктегені ғой бауырымыздың. Сөздің соңында біріншіден осындай сұхбатта жүргізіп жатқанына сіздерге рахмет. Қазақтың жақсы сөзі бар, өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Мынау радиомызға болашақ тілейміз. Тыңдарман көп болсын. Мына Сейіт Мырзақұл Ертайдың отбасында алдағы уақытта жақсылықтар болсын, қуаныштар болсын. Соған бәріміз жақсылыққа бірімізге жанашыр болып жүрейік. Жақсы Айтеке, амандық болсын. Осы Сейіт Ертай сияқты азаматтар көп болсын елімізде. Рахмет сізге. Рахмет сізге де. Өртеніп бара жатыр өзегім
әнші композитор марқұм Ержан Серікбаевтың «О менің арысым» деген осы әні қалаға Сейіт Ертай басшылық еткен жылдары өте танымал болып десек артық айтқандық емес. Қаланы абаттандыру, жол жөндеу, көгілдандыру, жарықтандыру, субұрқақ орнату тағы басқа сияқты жұмыстарға қоса секең салдырған, әсіресе отау құрған жастар қыдыратын, қала жұртшылығы серуендейтін 2000 түп түрлі ағаш егілген 12 гектар аумақты құрайтын дендро саябақ еске түсе береді. Шымкент бағытынан Арыс қаласына кірер тұстағы 50 жылдан астам күрделі жөндеу көрмеген 2 көпірді қайта салдырып, елдің алғысына да бөлінген болатын. Әрине, мұның бәрі сауапты істеп білеміз. 2016 жылы Арыс қаласының 60 жылдығын лайықты табыстармен қарсы алу мақсатында Сейіт Мырзақұлұлы өз жетекшілігімен 3 бірдей тарихи танымдық, энциклопедиялық және фотошежірелік қалың кітаптар шығарған болатын. Осы кітаптардың қайсы біреуінің алғы сөзінде Арыс қаласының әкімі Сейіт Ертай зерттеуші қаламгерлер Әбдімәлік Ағыбай мен Ермек Балташұлына осынау қомақты шаруаны қажымай талмай сәтті атқарып шыққандары үшін өз алғысын білдіре келіп, арыстықтардың бүгінгі ұрпағы арыстың елі намыстың елі деген қағиданы берік ұстанып, арыстарша еңбек етуді, арыстарша күресіп, өмір сүруді перзенттік парызы, бұлжымас дәстүрі санайды. Арыс темір жолшылардың ғана қаласы емес, жасампаздықтың, достық пен татулықтың қаласы. Сондықтан отанымыздың ортақ игілігі еселенуіне арыстықтардың сүбелі үлес қосатыны анық деп түйіндейді Секең. Осы ретте сөзіміз дәлелді болу үшін Арыс қаласының өкіліне телефон шалуды жөн көрдік. Тұтқаның арғы жағында Арыс ақиқаты қалалық газетінің бас редакторы Әбдімәлік Ағыбай. Әбеке, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Өзіңіз білесіз, бір кездерде Сейіт Ертай деген бауырыңыз Арыс қаласын басқарып, Арыс қаласының гүлденуіне, дамуына біршама үлес қосты. Өзіңіз енді Арыс ақиқаты газетінде әкіммен бірге жұмыс істеген боларсыз. Жалпы Сейіт Ертай деген кезде сіздің есіңізге не түседі? Сейіт ініміз бұл өзі қашанда бір игілікті істердің қасында жүретін елгезек азамат болатын. Онымен таныстығым 2005 жылдан басталды. Сол 2005 жылдың басында Сейіт ініміз осы Арысқа қала әкімінің идеология жөніндегі орынбасары болып келді. Мен де көп ұзамай сол аудандық Арыс ақиқаты газетінің бас редакторы болып тағайындалған тұғым. Содан екеуміздің ағалы інілі болып, бір мақсатқа жұмылып жұмыс істей бастағанымыз басталды. Содан бері мен енді 2005 жылдан бері сол Сейіттің жақсы істерінің куәсі болдым. Алғашқы қызметке келген күннен бастап өзіне қарасты салалардың барлығын, кәсіпорындарды, мекемелерді аралады. Біздің редакцияға да келді. Шығармашылық ұжымның әрбір мүшесімен жеке-жеке сөйлесуге де уақыт тапты. Содан тірлігіміз басталып, біраз осы идеология жөнінде жұмыс жасаған тірліктеріміз бар. Ол енді қашанда жаңағы айтып отырмын ғой, игілікті істердің ұйытқысы болып жүрді. Өзі кейіннен қала әкімі болып тағайындалған кезде осы Арыстың тарихын қалдыру үшін Арыстың 60 жылдық құрметіне 2 жылдың ішінде 3 бірдей кітап шығарды. Оның біріншісі Астанадағы Полян баспасынан Менің отаным Қазақстан деген сериясымен шығарған керемет Арыс танымдық тарихи кітабы болды. Осынау тас дәуірінен бастап қазіргі компьютер заманына дейінгі Арыстың тарихын қамтитын үлкен шежірелі кітап болып шықты. Одан кейін Арыстың энциклопедиясы жоқтығын, сол Арыс энциклопедиясы деген кітап шығартты. Сонымен бірге ажарланған, абаттанған Арыс деген көркем суретті үлкен фотоальбом шығардық. Сол альбомда Сейіт ініміздің Арыс қаласына деген айшықтық қолтаңбасының бәрі көрініп тұр. Жалпы Сейіт ініміз қандай салада болмасын, іске асыратын жұмыстарын қашан біткенше тыным таппайтын еді ғой. Ол арманшыл жан еді, әрекеттің адамы болатын. Қаламызды осы Арыс қаласын жұмақ мекенге айналдырды, арманда қоймай, соны іске асыруға да атсалысқан азамат. Мәселен, облыс орталығынан келатқан кезде Арысқа кіре беріс жерде үлкен дендіріп саябақ осы Сейіттің тікелей еңбегінің арқасы. Бүгінге дейін осы арыстықтардың жиі баратын, бас қосатын сүйікті орнына айналған. Сонымен бірге батырлар алаңы, жастар аллеясы, айта берсе көп енді. Осындай үлкен ауқымды істердің осы 2 жылдың ішінде ұйытқы болып, оны іске асыруға атсалысты. Жалпы бірде баспасөз қызметкерлерінің бас қосуында осы бізде
бірақ Қазпошта жұмыс істейді, газет жаздырту тарапымен. Қазір мынау жекелерді қолдау саясаты жүріп жатыр. Осы жерлерден де сол балама ретінде Қазпоштаға мекеме ашуға болады ғой деген ой тастады. Содан біз де сол ойды арман қарап жетектеп, Қайма баспасөз деген газетті жаздыртып тарататын мекеме аштық. Содан көп ұзамай бұл мекеме арқасында баспасөзге жазылу кезінде газет журналдардың бағасы төмен түсті. Бұрын жалғыз Қазпошта таратып жүргеннен кейін ол монополист ретінде өздерінің қалаған бағасын қоятын, бірде баса бірде кемейтін, бәсеке пайда болғаннан кейін бұлардың барлығы жақсы жолға қойылды. Бұл мекеме күні бүгінге дейін жұмыс істеп 35-36 адамды қызмет тауып беріп жатыр, жергілікті бюджетке ақша түсіріп жатыр. Міне осындай игілікті істердің ұйытқысы болған інімізді біз қашанда сыйлайтын едік. Ал енді Сейіттің қашанда езуінде әзілмен күлкісі жүретін, жақсылықты сүйетін, ұлыққа басын иетін сондай азамат болатын. Амал жоқ, көптеген тірліктер атқарып, мынау жалған дүниенің қызығында біржолата қиып кеткені өзегімізді өртейді. Бірде біздің осы Арыстың Мұқағали деген ақын ағамыз бар, Мыңжасар Дәрменов деген. Сол кісі жұмыстан шығып, сырдың бойында қой бағып жүргенін естіп қалдық та, осы жерде Темірхан Әбдіков деген мәдениет қайраткері ақын жігіт бар. Сонымен ақылдастым, мынауымыз елге сын болатын болды ғой. Білде бір ақын ағамызды жұмыс тауып бере алмай, сырдың бойында мал бақтырып қоямыз, қандай болады дедім. Ол жігіт айтты, онда мен бір өлең жазайын. Гаистіңе басасыз ба деді. Сіз жазсаңыз мен басайын дедім. Ол кісі жаңағы ақын аға қой бағып жүр сыр бойында деген өлең жазды. Мен гаистке бастым. Сол гаистте шыққан өлеңді оқып, Сейіт бауырымыз мені де, Темірхан ақынды да, мал бағып жүрген Мыңжасар Дәрменов деген ағамызды да кабинетіне шақырып сөйлесіп, сол кісіге жұмыс тауып беріп, ол кісі қашан зейнет жасына толып, зейнеткерлікке шыққанға дейін құрмет көрсетіп, шапан жауып, кейін зейнеткерлікке шығарып берген жағдайы бар. Мұны қалай азаматтық деп айтамайсың. Сонымен бірге басқа осы өнер саласындағы адамдарға тәтті көңіл бөлді. Жұлдыз Өтегенова деген қызымыз болды. Жақсы тележурналист, жағдайы жоқ, баспанасыз. Оның да жағдайын көріп, бір күні арнайы тізімге қойып, оны да баспаналы еткен жағдайы бар. Міне осындай тірліктермен, жақсы істермен Сейітіміз біздің есімізде мәңгілік қалады ғой енді. Таулар алыстаған сайын биіктей түседі дейді. Сол сияқты Сейіт ініміздің уақыт өткен сайын абыройы да асып, елдің құрметіне бөленіп жатқан жағдайы бар. Енді алдағы кезде Құда қаласа міне өзі ашқан Ендірі Сабаққа ол кісінің есімін беріп, мүсінін орнатып жатса, әрине барлығы да беп жарасады. Өз өмірден озса да тіршілігінде жасаған игі істері оның атын ұмыттырмайтыны белгілі. Сондықтан ініміздің жатқан жері жайлы, топырағы қорғап болсын. Егер көз тірі болатын болса, осы 20 шілде күні Сейітіміздің 50 жылдық мерейтойын бүкіл арыстықтар болып, бүкіл оңтүстік халқы болып тойлап жатар ма едік. Ал енді уақыт барлығына төреші, оны Алланың бізді көруге жазбаған екен, бірақ ісі Сейіттің жасаған әрекеттері мәңгі есімізде қалады деп есептейміз. Арыс халқы үшін Сейіттің орны қалай? Халық қалай еске алады? Талай әкім басқарды ғой енді. Талай әкім ауысты деген сияқты. Бірақ осы әкімдердің, басшылардың арасында Сейіттің шоқтығы биік болды деп ойлаймын. Бірде мынау ауылдан біраз уақыт бұрын жыраққа кеткен ағайындарымыз Арыс қаласына келіп, Арысты танымай қалдық. Азғана уақытта қалай өзгеріп, әдем болып кеткен деген көңілдегі риза ниетін айтқаны бар. Бұл әрине бұның бәрі Сейіт бауырымыздың тынымсыз ізденісі мен іскерлігінің арқасында жасалған игілікті істер еді. Қалада оған дейін де бірнеше әкім қызмет етті ғой әрине. Бірақ дәл осындай көз сүйсінер өзгерістер жасаған әкімдердің біріне өзіміз осы жақта жүрсек те көргенде жоқпыз, білгенде жоқпыз. Себебі өмірінің қысқа ғана мезгілінде әкімдік қызметте Сейіттің Арыс халқы үшін жасаған тірлігін біз еш уақытта ұмытамаймыз. Себебі оның қолтаңбасы әр көшеде, әр алаңдарда, аулаларда айшықтық қолтаңбасы оның сайрап жатыр. Сондықтан Арыс халқы күні бүгінге дейін бір жақсы сезіммен осы Сейіт інімізді еске алып отыратын жағдайлары бар. Иә, арыс болғалы әкімсіз болмаған шығар. Алайда әкім бол, халқыңа жақын бол дегендей, арыстықтармен етене тізе қосып, абыройлы еңбек ете білген Сейіт Ертайдың қалаға басшылық еткен кезеңдерінен де өзіндік қолтаңба, кейінгіге өнеге болар айшықты өрнек қалды деп есептейміз. Сол арқылы елдің ыстық ықыласына, ақ батасына ие болды. Сол баталар Сейіттің артында қалған ұрпақтарына нұр боп жауа берсін дегіміз келеді. Көрнекті жазушы Арыс ауданының тумасы Дулат Исабеков 70 жасқа толған жылдары, яғни 2012 жылы Сейіт Ертай Арыста әкім болатын. Фәниден бақиға көшкеннен кейін жарық көрген Сейіт Мырзақұлының өмір жолынан сыр шертетін
жалында өткен жас ғұмыр дейтін естеліктер кітабында Дулат Исабеков ағамыз былай деп жазады: біздің Сейіт ініміз әдеби шығармалардың озық үлгілерін жетік білетін. Оған уақытты қалай табатынын білмеймін, тек әдеби туындылардан ғана емес, әдеби процестерден де жақсы хабардар еді. Арыс алқабына алғаш рет аяқ басқан жазушы Төлен Әбдіков Сейіттің аузынан өз шығармалар жайлы тап басып айтқан әділ бағаларын естіп, ерекше разы боп: Сейіт інім-ау, егер сен әдебиет жайлы осы пікірлеріңді газет журнал бетінде жариялап тұрсаң, әдебиеттің білгірім деп кеуде қағып жүрген талай псевдо ғалымдардың мысын басып тастайтын түрің бар ғой деп орнынан ұшып тұрып, оң қолдың авторы сол қолмен Сейітті иығына қаусыра құшақтап қуанышын білдіріп еді деп жазады Дулат ағамыз. Айтса айтқандай 4-5 жыл қатар оқыған курстасымыздың өнерге, әдебиет пен мәдениетке деген өзіндік пікірі бар. Сөз тауып сөйлей алатын шешендігі бар, сұңғылалық қасиеті бар еді. 90 жылдардың басында бірге оқыған курстастарымыздың бірі Республикалық Егемен Қазақстан газетінің Қостанайдағы меншікті тілшісі Нұрғанат Құлабаев Сейіт досымызды былайша еске алады. Сейіт біздің курсымызға 1989 жылы, қателеспесем, 2-ші курста Ташкент қаласынан ауысып келді. Өзінің жайдары мінезімен, туралығымен, адамға жақын, бауыр тартып тұратын сондай бір ерекше қасиеттерімен секең ортамызға тез сіңіп кетті. Сейітпен бірге біздің сол кездегі Каспийдің филология факультетінде оқып жүрген ұл қыздардың ортасына бір үлкен шуақ келді десек болады. Сейіттің тапқырлығы, орынды әзілі, бір білмейтін дағдарып қалған кездері жол тауып кететін қасиеті ерекше есінде қалды. Мысалы, біз Каспийдің 8-ші жатақханасында тұрдық. Сонда біздің жатақхананың айналасында көп қабатты үйлердің аулаларында металдан жасалған теннис столдары болатын. Босқа қаңырап тұратын, ешкім жанына жуылмайтын. Сейіт келе салысымен 1-2 апта өтті ме, өтпеді ме, өзі теннистің сеткасын, ракеткасын, шариктерін сатып алып, бізді осы жерде шыбын болып отыра бересіңдер ме бөлмеде деп серғіп қайтайық деп алып шығып, сол аулалардың біріне барып, сеткасын құрып, теннис ойнадық. Содан бері біздің курста сол столдарға барып теннис ойнау дәстүрге айналды. Бұл да Сейіттің бір жай жүре алмайтын, бір жақсы ізгі істің басында үнемі жүретін қасиетін көрсетеді деп ойлаймын. Сейіттің тағы бір есімде қалған бір мінезін айта кетейін. Ол ай сайын ба 1-2 айда ма бізді осы курстас балаларды моншаға апаратында. Монша болғанда сол қатардағы монша емес, сол кездегі ең қымбат монша, жанымыздағы моншасына апаратын. Оның бағасы да қымбат. Сонда Сейіт бізді таңдап алатын, жатақханада отырғанда: сен тұр деп. Енді біріміз орнымыздан тұра бергенде сен отыр, сен бармайсың деп қалдырып кететін. Оған ешкім ренжімейтін, өйткені Сейіттің аты Сейіт. Мысалы, Сейіт айтатын әзілдерді біз айтсақ, әзіл арналған адамға, ол адам ренжіп қалар еді, бірақ Сейіт қандай қытығына тиетін әзіл айтып тұрса да, ешкім ренжи алмайтын. Өйткені Сейіттің әзілдеу мәнері, оны жеткізу, сөйлеу мәнері ерекше болатын, шынайы, табиғи болатын. Сейіт сол біздің ортамыздағы ең адал дос, жанашыр бауыр, ұйымдастырушы, сол бір жақсылықтың бастамашысы ретінде қалған аяулы досымыз. Студенттердің ең бір қобалжитын, толқитын кезі бұл сессия ғой. Қорқып жүресің. Анағайдың мінезі қатал, мына апайдың пәні қиын, мына мұғалім өте талапшыл, әртүрлі мұғалімнің алдында емтихан тапсыру. Біздің мұғалімдердің барлығы өте білікті ұстаздар болды да, ол кісілердің алдында емтихан тапсырудың өзі бір үлкен сын болатын. Сондай кездері біз емтиханды қорқып, ерекше толқып барып тапсыратынбыз. Ал Сейіттен мұндай қобалжу, мұндай қорқыныш еш байқалмайтын. Сейіт сол кәдімгі сабаққа барған сияқты барып, ұстаздармен емін-еркін сөйлесіп, тіпті ол кісілерді әңгімесімен, әзілімен күлкіге қарық қып, жанын жадыратып, сөйтіп жақсы бағасын алып қайтатын. Сейіттің осы бір, қалай айтуға болады, адамның жадын жадырататын бір ерекше қабілеті бар еді. Әрі алғашқы сөзінен ақ адамның жанын жадыратып, баурап алатын өзіне. Мұндай қасиет екінің бірінде кездесе бермейді. Ең бастысы, Сейіттің жанында, көзінде, жанарында бір жылылық бар болатын.
кәдімгі Сейітті жақсы көрмеу, оны сыйламау, оны тыңдамау, оның әзіліне күлмеу мүмкін емес. Мен өз басым Сейітпен курстас болғаныма, онымен дәмдес болғаныма, бір жатақханада бір бөлмеде жатып, сол студенттік шақтың қызық қуанышын, қиындығын бөліскенім осы тағдырдың сыйы шығар деп білемін. Енді Алла тағаланың өлшеп берген ғұмыры. Өкінішке қарай Сейіттің ғұмыры қысқа болды. Ауыр қазаны естіген кезде есеңгіреп қалдық. Шынымен де өз басым біраз уақыт өз-өзіме келе алмай жүрдім. Сейіт өлмеу керек еді. Аллаға күпірлік те білдірген кездер болды. Енді Алланың әміріне пенденің қылар айласы бар ма? Аллаға шүкір дейміз. Өйткені Сейіт құйрықты жұлдыздай жарқ еткен қысқа ғұмырында қыруар іс тындырып кетті. Еліне қызмет етті. Сейіт бітірген шаруа көп. Оның игілігін бүгінде халқы көріп жатыр. Түрлі аудандық, облыстық, қалалық басшылық қызметтерде жүріп, Сейіт ғасыр жасаған адамдар бітіре алмаған шаруаларды бітіріп кетті. Оны біз шалғайда отырсақ та біліп, сезіп отырмыз. Енді Сейіттің ата-анасына, артта қалған ұрпағына Алла тағала ұзақ ғұмыр, берекелі тіршілік нәсіп етсін. Еліне елеулі, халқына қалаулы болу деген осы шығар. 2014-16 жылдары телеарнаға берген сұхбатынан үзінді тыңдап, бір сәт Сейіт Мырзақұлұлы Ертай бауырымыздың өз үніне құлақ түрейік. Біз жыл соңына дейін Монтайтас елді мекенде тағы да бір көпірдің құрылысын бітіреміз. Одан кейінгі келесі жылға Қабылсай су арнасының бойынан тағы да жаяу жүргіншілер көпірді салуды да қолға алуды жоспарлап отырмыз. Мәдениетке біз өте көңіл бөліп отырмыз. Сөзімнің дәлелі облыста мәдениетім мерейім деген фестиваль өтеді. Сол фестивальда біз биылғы жылы жүлделі бірінші орынды алдық. Жеңіл автокөлікпенен марапатталдық. Дәл осындай өнер фестивалін мен осы биылғы жылыда осы Арыс қаласындағы аумағындағы елді мекендердің ауыл округ әкімдері, теміржолшылар мекемелері, білім, медицина қызметкерлерінің және теміржол мекемелерінің арқасында мәдениетім мақтанышым деген өнер фестивалін өткіздік. Бұл өте шынында да халықтың көңілінен шыққан бір жақсы өнер фестивалі болды. Бір аңызда Әз Жәнібектің дүниеде не өлмейді деген сұрағына жиренше шешем былай деп жауап берген екен деседі. Дүниеде не өлмейді? Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді. Біз курстасымыздың азды көпті еткен еңбегін бағалап отырған ел ардақтыларының салиқалы сөздеріне, тұшымды пікірлеріне қарап отырып, Сейіт Мырзақұлұлының аты да хаты да өлмейді. Керісінше ұрпағымен мың жасайды деп есептейміз. Алла өзінен кейінгі қалған бала шағасын, ағайын, тума туысын ғұмырлы етсін. Сіздер жалындап өткен жас ғұмыр деген хабар тыңдадыңыздар. Онда өмірден ерте кеткен білімді де білікті басшы, мықты ұйымдастырушы, ел жұртының жанашыры, еңбегі мемлекет тарапынан жоғары бағаланып, құрмет орденімен және көптеген медальдармен марапатталған қоғам қайраткері Сейіт Мырзақұлұлы Ертай туралы әңгіме болды. Хабарды әзірлеп жүргізген журналист Оңғар Құралов, музыкамен көркемдеген Сәбетхан Мейірханұлы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Мұңайма көңілім мұңайма, таныштал енді жүрегім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсау білемін. Бас имей жүрген тағдырдың текті бір жанның бір едім, адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім, бәріне сонау тіледім.